Сәлем достар, сіздермен бірге телефон құпиясы каналы және де мен Денис Алиханов. Мен бүгін сіздерге ерекше бір сайтпен таныстырғалы отырмын. Бұл сайт арқылы сіздер өзіңіздің кез келген смартфоныңыз жайлы барлық информациясын атын жазу арқылы таба аласыздар. Сілтемесін описанияға тастап кететін боламын. Кірген соң дәл осылай главный дегенге өтесіздер. Бұл жерден кез келген жаңадан шығып жатқан смартфондар жайлы жаңалықтарды оқи аласыздар. Бұл басты беті. Жоғары жақта YT түймесін басып регистрация жасап алсаңыздар болады. Жаңадан шыққан смартфондардың каталогы ең үстіндегі. Сондай-ақ бұл жерден стати деген жерден сіз смартфондар жайлы құпия мәліметтерін таба аласыздар. Обрози деген жерден суреттер жайлы, яғни камералары, қай смартфонның камерасы ең мықты деген сияқты оқи аласыздар. Дәл осы сайттан аксессуары дегенге өтіп, бұл жерден смартфондардың құлаққап және де қуаттағыштарының ең үздік модельдерін осы жерден таба аласыздар. Железо дейді. Бұл жерден смартфонның, яғни Snapdragon әртүрлі смартфондағы процессорларын білуге болады. Сондай-ақ бұл сайттарын өздеріңіз бақылап көре бересіздер. Қысқаша мен түсіндіріп отырмын. Және де смартфонның күштерін, яғни модельдерді бұл жерден салыстыруға болады. Ол үшін дәл осылай осы бетке өтесіздер. Мына жерден бірінші модель және екінші модельді жазасыздар. Біз салыстырып көрейік. iPhone 11 Pro Max пен қазіргі Samsung'тың ең мықты маркасын салыстырып көрейік iPhone мен. Samsung S20 ультраны салыстырып көрейік. Сравнить дегені басасыздар. Міне, дәл осы жерден барлық информациясын көре аласыздар. Причине выбор Samsung Galaxy S20 Ultra. Бұл жерден плюс жақсы жақтарын, яғни характеристикасын көрсетеді. Обзор дейді. Мына жерден салыстырма туралы көрсетіп тұрған. Дисплей жөнінен S20 Ultra озып тұр. 95-89, производительности быстрый процесс графики және памяти деген. Бұл жөнінен iPhone озып тұр. Яғни бұл дегеніміз жылдам жұмыс жасау, графика және памяти жөнінен iPhone 11 озып тұр. Және де қуаттылығы жөнінен iPhone 11. Камера жөнінен сөзсіз S20 Ultra өте мықты. Өздеріңіз YouTube'дағы обзорлардан көрген боларсыздар. Коммуникация, связь және интернеттің жылдамдығы күші жөнінен S20 Ultra. Корпусы жөнінен S20 Ultra Samsung 90-89, барлығы жөнінен, барлығы оценка жөнінен S20 Ultra озып тұр екен бізде. Осылай сіздер смартфондарды жазу арқылы информациясында астынан былай көре аласыздар. Бұл жерден смартфонның жақсы және жаман жақтарын түгелдей осы сайтта көрсетеді. Смартфонға қатты қызығатындар дәл осы жерден барлық информацияны көре аласыздар. Яғни
өзүңүз көздөп жүргөн смартфонду ушул жерден тауып информациясын характеристикасын таба аласыздар. Кечирим сурайм. Достор, бүгүнкү болсо видеого жазылып лайк басамыз, және де комментарийга өз ойлоруңузду калтырууду унутпаңыздар. Және де башка да усунустарыңыз немесе телефон жайлы сизди мазалап жүргөн сурактарыңыз болсо, менин инстаграмыма жазсаңыздар болот. Келесі кездескенше кош, сау болуңуздар.